Сәлем достар, бүгін сіздермен пеште пісірілген тауық етімен картоп дайындайтын боламын. Өте дәмді, сочный болып шықты. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен тауық етін тазалап жуып, осылай тураймыз. Сосын дәміне қарай тұзымызды, курение приправамызды, қара бұрыш, қызыл бұрыш, паприка барлығын қосып, үстіне кішкене ғана майонезімізді құямыз. Сосын барлығын жақсылап араластырып маринадтаймыз. Сосын бетін жауып холодильникке кемінде жарты сағатқа қойып қоямыз. Холодильникте жарты сағат тұрды. Енді картоптарымызды тураймыз. Сарымсағымызды турап шығамыз. Пиязымызды турап, барлығын табағымызға саламыз. Сәбізімізде әдемелеп турап шығамыз. Осылай барлығын араластырып, тағы да дәміне қарай тұз, бұрыштарымызды сеуіп шықтым. Осылай барлығын жақсылап араластырып аламыз. Сосын арнайы пакетімізге барлығын саламыз. Пакетіміздің аузын байлап, жақсылап қызып тұрған пешімізге 180 градуста 40-45 минутта пісіріп аламыз. Осындай өте дәмді, сулы болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды қалдыруды ұмытпаңыздар.